Әлемдік бокс күтпеген жаңалықтарға толы. Чемпиондар күнделікті дерлік ауысып тұрады десек те болады. Алайда чемпионның да чемпионы бар. Кәсіпқой бокстың отаны саналатын ақш-та 1922 жылдан бері шығып келе жатқан The Ring газеті бар. Бұл газеттің бүкіл кәсіпқой боксқа жүргізетін ықпалы орасан зор деп айтсақ та болады. Әлем боксинг арнасы осы басылым бойынша қазіргі таңдағы әлемнің ең үздік деп танылған 10 боксшысын таныстыратын болады. Достар, егер жасап жатқан жұмысымыз ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар, сонда көп адамдар көретін болады. Қазақша арнаны қолдап, қазақ тілін бірге дамытайық. Ассалаумағалейкум достар, әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Үздік ондықты украиналық Василий Ломаченко аяқтап тұр екен. Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы, кәсіпқой бокста 3 салмақ дәрежесінде чемпион атанған Ломаченко осы уақытқа дейін әлемнің ең үздік боксшылардың көшін бастап тұрған болатын. Алайда жақында өткен жекпе-жекте америкалық Дэвин Хейнидан жеңілген соң 10-шы орынға түсіп кетті. Соған қарамастан украиналық боксшы әлі де болса үздік боксшылардың бірі саналады. Тоғызыншы орында 66 келідегі америкалық боксшы Теофимо Лопес. Ол осыдан 3 жыл бұрын ұзақ уақыт ешкім жеңе алмаған Василий Ломаченконы жеңіп, 4 чемпиондық белдікті беліне байлаған әлемдегі ең жас боксшы атанған болатын. Ол кезде жасы бар болғаны 23-те еді. Содан бері көріп тұрғандарыңыздай үздік ондықтың ішінде келе жатыр. Сегізінші орында тағы бір америкалық боксшы Джервонта Дэвис. Флойд Мейвезердің боксшысы саналатын ол қазіргі таңда 3 салмақтың чемпионы және әлі жеңіліс көрмеген. Қарсыластарын оңды-солда жайпап келе жатқан Дэвис 29 жеңістің 27-сін нокаутпен аяқтаған. Оны тіпті кішкене. 7-ші орында 61 келіде абсолюттік чемпион америкалық Дэвин Хейни. Тым сақ бокстасатын Хейниді көпшілік жанкүйерлер ұната бермейді. Алайда жасы бар болғаны 24-тегі бұл боксшы жақында Ломаченконы жеңген болатын. Әлі жеңіліп көрмеген бұл боксшы менің ойымша жақын арада жеңілмейтін секілді. 6-шы орында тағы бір америкалық боксшы Эррол Спенс. Теренс Кроуфорд келгенше 66 келіде өзіне қарсылас шақ келтірмеген Спенс әлемдегі ең үздік бестіктің ішінде болатын. Алайда күні кеше ғана белдіктерінің барлығын айырылып қана қоймай, үздіктер қатарынан төмендегені де байқалады. 5-ші орында 79 келіде әлем чемпионы ресейлік Дмитрий Бивол. Бұл ресейлік боксшы жеңіліс көрмеген чемпион болғанымен, көпшілік жанкүйерлерге әлі таныс емес болатын. Алайда 2022 жылы мексикалық бокс жұлдызы Сауль Альваресті жеңген соң, атағы айдан бір-ақ шықты десек те болады. 4-ші орындағы Сауль Альварес бізге жақсы таныс боксшы. Отандасымыз Геннадий Головкин үшін өте алмайтын кедергі болған бұл боксшы Дмитрий Биволға жеңілгендігіне қарамастан, әлі де болса үздік бестіктің ішінде келе жатыр. Не үшін дейсіздер ғой? Өйткені ол қазіргі таңда 76 келіде абсолюттік әлем чемпионы. Бұл салмақта оны қазірше ешкім жеңе алған жоқ. 3-ші орында украиналық боксшы Александр Усик. Бірінші ауыр салмақта абсолюттік чемпион атанған соң, аса ауыр салмаққа көтеріліп, чемпион Энтони Джошуаны жеңген. Усиктен қазіргі таңда осы салмақтың тағы бір чемпионы Тайсон Фьюридің қашып жүрген жайы бар. Егер Фьюриді жеңсе, онда Усик кезіндегі Эвандер Холлифилдтің жетістігін қайталап, бірінші ауыр салмақ пен аса ауыр салмақта абсолюттік чемпион атанған екінші боксшы болады. 2-ші орында жапондық монстр Наоя Иноуэ. Кәсіпқой бокстағы карьерасын 49 келіде бастаған бұл боксшы 55 келіге дейін көтеріліп, қазіргі таңда 4 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Әдетте кіші салмақта нокаут көп бола бермейді. Бірақ 25 жеңістің 22-сін нокаутпен аяқтаған Иноуэның қарқынын осыдан-ақ біле беріңіз. 1-ші орынға да келіп жеттік. Қазір әлемнің ең үздік боксшысы америкалық Теренс Кроуфорд.
Бүкіл карьерасында ешқашан жеңілмеген Кроуфорд осы уақытқа дейін дұрыс еленбей келген болатын. 40 жекпе-жектің 31-ін нокаутпен аяқтаған бұл боксшының қолынан небір мықты бокс жұлдыздары құлаған болатын. Алайда Теренс Кроуфордтың бағасын жанкүйерлер енді ғана беріп отыр. Осы сенбі күні өткен жекпе-жекте әлемнің ең үздік бестігіне кіретін Эррол Спенсті нокаутпен жеңген ол әлемде енді ғана мойындатты. Бұл ондықтың көшін кезінде отандасымыз Геннадий Головкин де бастап тұрған болатын. Алдағы уақытта тағы да қазақ боксшылары үздіктер қатарынан көрінеді деп сенеміз. Достар, сіздердің ойларыңызша қай боксшымыз жақын арада осы ондықтың ішінен көреміз деп ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.